Ақ көгершін бұл сонау ерте заманда болған екен. Бұл кезде соғыстың не екенін білмейді екен. Біреуді біреу өлтірмейді екен. Кедей де, бай да, сараң да болмапты. Күндердің бір күнінде Жақсылық деген кісінің әйелі ұл тауыпты. Шілдехана бесік тойға көп адам жиналып, диуана да келіпті. Диуана сәбидің бетіне қарап тұрып, мына бала түбінде жұртқа пәле болып жүрмесе не қылсын дейді. Жыл артынан жыл өтіпті, бала ер жетіп, өскен сайын сараңдығы арта береді. Дүниеге қомағайланып, екі көзі қан талап қарайтын болады. Пышақ, шот, балта секілді өткір заттарға әуес болып алады. Мұндай заттарын жыртудан тығатын әдет тауыпты. Күндердің бір күнінде сараң бала өзіне садақ пен жебе жасап алады да, қартайған әке-шешесін қуып жібереді. Даладағы аңдар мен құстардың барлығы менікі болса деп армандайды. Бір күні ол қырға шығады. Көктем кезі, күн жарқырап, құстар сайрап, жер жүзі құлпырып тұрады. Сараң қараса бағындағы алма ағашында көгершіннің қонақтап отырғанын көреді. Ол менің алма ағашымда қонақтап отырған көгершін де меніңкі болу керек дейді. Сөйтеді де көгершінді көздеп садағымен атуға ыңғайланады. Дәл сол кезде кенет ақ көгершін ғайып болып кетеді де, оның орнында ұзын сақалды өзінің отырған әкесін көреді. Сараңның қолы сылқ етіп төмен түсіп кетеді. Міне қызық, алма ағашында тағы да ақ көгершін отыр. Сараң садағын тағы көтереді де, әкесінің ағашта отырғанын тағы көреді. Ыза болған сараң енді ай-шайға қарамай, сараңдығы ат деп қыстайды да атып жібереді. Сол кезде алма ағашының түбіне сылқ етіп өзінің әкесі құлап түседі. Ал ақ көгершін аспанға шарықтап ұшып кете береді. Біреуді біреу өлтіретін сұмдық оқиға жер бетінде тұңғыш рет осылай басталған екен. Қарт әкенің қаны алма ағашының аппақ гүліне шашырайды. Содан бері алма ағашының гүлі ақ түспен гүлдемей, қызғылттанып гүлдейді екен. Ал ақ көгершін содан бері еш уақытта ағаш басына қонақтамайтын болыпты. Көгершіннің көзінің қызыл болу себебі де жерге тамған адамның қанның көруінен болған екен. Осылайша ақ көгершін ертегісі аңызға айналып